Қайырлы күн, құрметті достар. Менің курсыма қош келдіңіздер. Ең бірінші сабағымызды NCLayer орнатудан бастайық. NCLayer бұл бізге мемлекеттік сайттармен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін программа түрі. Оны бірінші Google-ға скачать NCLayer деп жазып аласыздар. Ең бірінші шыққан сайт Bkikov сайтына кіреміз. Осылай бастапқы бет шығады. Төмен қарай түссек, NCLayer 64 бит деп шығып тұрады. Соған басып скачать етіп аласыздар. Скачать етілгенде астыңғы жағына көрініп тұрады. Көрдіңіздер ме? Ана астында или загрузки папкасында тұрады. Сосын мына осылай настройкасы шығып тұрады. Үстінен басып установитқа басасыздар. Ары қарай ол программа сіздерде астыңғы жақта, осы сағат тұрған жақта көрініп тұрады. Көк кілттің значогымен. Бұл кілтке басып тұрып, мышкаңыздың оң жағын бассаңыз, управление модулями деген сөз шығады. Соған басасыздар. Ары қарай бізде осындай кішігірім окошко ашылады. Осы жерге сіздер жұмыс жасайтын сайттарға да деген сөз шығып тұру керек. Яғни бұл сайттарға жұмыс жасауға мүмкіндік беріледі дегендей. Нет деп тұратын болса, алдында, нет деп тұратын болса, алдына галочка қоямыз да, установить деп басамыз. Осылай установка жасап аламыз. Ары қарай ол сайтпен жұмыс жасауға бізге мүмкіндік беретін болады. Кейінде басқа мемлекеттік порталдармен жұмыс жасағанда, осы управление модулімаға кіріп отырып, қандай порталмен жұмыс жасайсыз, алдына галочка қойып, установить етіп, жұмыс жасай бересіздер. NCLayer-ды орнатып алдық, болды.